بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Нахл сүресі 79 аят. Олар аспан кеңістігіндегі бағынышты құстарды көрмей ме? Оларды Алладан басқа ешкім ұстап тұра алмайды. Негізінен сонда иман келтірген қауым үшін әлбетте белгілер бар. Жердің тартылыс күші магнит сияқты жердегі мен көктегілерді өзіне тартады. Қандай да бір затты жоғарыға лақтырсаңыз, ол жылдам немесе баяу болса да міндетті түрде жерге түседі. Тартылыс күші бүкіл тірі және өлі нәрселерге әсер етеді. Жердегі тірі жаратылыстардың ішінде тек құстары ғана Алланың құдіретімен бұл күшке уақытша бағынбай алады. Олар көкке самғап, қалағандарынша ұшып, кейде қозғалыссыз қалықтайды. Құстардың дене бітімі қаңқаларынан бастап өкпелеріне дейін, қауырсындарының құрылысынан қанаттарының түрлеріне дейін баршасы ұшуға арнайылып жаратылған. Аэродинамика заңдарынан хабарсыз құстың балапаны туылған сәттен-ақ ұшуға қабілетті болады. Балапан өзінің дене бітімі ұшу үшін арнайы жаратылғанын алдын ала білетіндей, биік жерден төменге қарай секіреді. Ешқандай дайындықсыз өзінің ұша алатынына сенімді түрде жоғарыдан төменге қарай секіріп, адамдар мен барлық тіршілік иесі бағынышты болған заңнан аттап ұша жөнеледі. Әрине, олардың ұшуы Алла Тағаланың қалауымен ғана жүзеге асады. Құстардың аспанда қалай қалықтайтыны баяндалған Нахл сүресінде Алла оларды жібермейді, алады, ұстап тұрады, тартады мағынасындағы юмсикухунна сөзін қолданады. Бұл сөз қамту, аулау, ұстау және артқа тарту мағынасындағы әмсәка етістігінің осы шақтағы түрі. Бұл сөзімен жаратушымыз құстарды әуеде қалықтатып және өз қалауынша ұшыратынын көрсетеді. Құстардың ұшулары осы күнге дейін инженерлер мен орнитологтардың зерттеу тақырыптары болып табылады. Адамдар құстардың кемел түрде ұшуын, дене бітімдерімен ұшу құрылымын ұшақ жасау барысында үлгі етіп қолданады. Бұл аят құстардың Алланың орнатқан аэродинамика заңдарына бағынатындарын көрсетеді. Алайда ақиқат Аллаға ғана мәлім. Аэродинамика ауа ағындарының қатты денелерге әсер етуін зерттейтін ғылым. Мысалы, аспанда ұшақтың ұшуы кезінде оған түрлі күштер әсер етеді. Ұшақтың қажетті бағытта ұшуы және ауа ағындарының кедергілеріне ұшырамас үшін ауаның кедергі заңдарына сәйкес сынақтар жүргізіледі. Ұзақ есептеулер, өлшеулер, тәжірибелер нәтижесінде дененің әуеде қозғалу траекториясы анықталады. Құстардың аэродинамика заңдарымен керемет үйлесімділігі ғалымдарды әлі де таңғалдыруда. Олар ешқандай дайындықсыз, тәжірибесіз ұшу барысында аэродинамика күштерімен толық үйлесім табады. Аятта қолданылған мусаххаротин сөзінің астарында үлкен мағына болуы мүмкін. Бұл сөз қалауға бағынған, қызмет етуге берілген, бұйрыққа бағынуға жаратылған деген ұғымдарды білдіреді. Бұл аятта аэродинамикалық күштердің құстардың ұшуында орны маңызды екенін көрсететін болар. Алайда ақиқат Аллаға ғана мәлім. Құстың ұшуы сондай жеңіл әрі үйлесімді көрінгендіктен, олардың ұшуы еш қиын болмаған қалыпты нәрсе сияқты. Ал аэродинамика заңдары бойынша әуедегі кез келген денеге көптеген күштері әсер етеді. Солардың ең маңыздылары гравитация, осьтік жүктеме, ауаның кедергі күші, көтергіштік күш. Ұшу қажетті деңгейде өтуі үшін бүкіл күштер өте нәзік үйлесімде болуы керек. Мысалы, гравитация күші басқалардан басымырақ болса, әуедегі құс құлайды. Осы жағынан алғанда, аяттағы сөздер құстың ұшу барысында
жаратушымыздың заңдарына бағынышты кезін айрықша көрсетеді. Құстардың қанаттарының жоғары жағы дөңес, иілген, ал төменгі жағы керісінше тегіс және түзу. Құс қанаттың осындай құрылымда болуы қанатының жоғары жағы төменгі жағына қарағанда қысым аз түсуіне себеп болады. Құстың қанатының үсті мен астының айырмашылығынан оларға түсетін қысымдары да әртүрлі болады. Және ол түсетін қысым құсты еш қиындықсыз жоғарыға самғауына итермелейді. Құстардың таңғажайып аэродинамикаға икемді ұша алуымен қатар, олардың мыңдаған километрге ұшулары да ғалымдардың зерттеу нысандары болып табылады. Қазіргі кездегі ғалымдар құстардың қозғалыстары алдын ала бағдарланған деуде. Бұған мысал ретінде, кішкентай балапандардың ешқандай тәжірибесіз-ақ ұзақ аралықтарға ұшуларын келтіреді. Қызмет етуге берілген, қалауға бағынған, бұйрыққа, заңға бағынуға жаратылған мағынасындағы Құрандағы мүсәххаротин сөзінің құстардың белгіленген, бұйырылған жолмен ұшатынын көрсетеді. Ойлау қабілеті болмаса да, сондай жинақы ұшатын құстардың өздеріне әсер ететін күштерге бейімделе отырып, өздерінің ұшу бағыттарын таңдап ұшады деп елестету әсте қиын шығар. Ғалымдар құстардың ерекше қабілетін алдын ала бағдарланып, іс-қимылдарына енгізілген деп бір ауыздан келісуде. Мысал ретінде, Science журналындағы түсініктемені келтіреміз. Жас балапандардың көшіп қонуға іштей бағдарланғандығына, олардың қанша күн, түн және нақты қайда ұшу керектігін білулері үлкен дәлелі болып табылады. Рене Декарт университетінің профессоры Пьер Жан Хабургер өзінің «Мықтылар мен әлсіздер» атты кітабында тынық мұхиттық дауылпаз құсының 24 000 километр қашықтықты ұшып өтулері туралы былай баяндайды. Ұшатын жерлері Австралия жағалауларынан басталады. Ол жақтан оңтүстікке, тынық мұхитына қарай бет алады. Кейін солтүстікке бұрылып, Жапон аралдары бойымен Беринг теңізіне барып тынығады. Тыныққанынан кейін қайтадан жолға шығып, бұл жолы оңтүстікке ұшады. Американың батыс жағалауларын ұшып өтіп, Калифорнияға жетеді. Ал ол жақтан келген жағына оралу үшін тағы да тынық мұхитын ұшып өтеді. Жыл сайын 8 санына ұқсас болған шеңбер жасап, 15 000 миль, 24 000 километр қашықтықты ұшады. Ұшу бағыты мен ұшатын уақыты ешқашан өзгермейді. Бұл саяхат қыркүйек айының 3-ші аптасында басталып, толық 6 айда ұшқан аралына, дәл бұрынғы ұясына оралады. Содан кейін ең қызығы болады. Ұяларын тазартып, жұбымен қосылғасын, қазан айының соңғы 10 күндігінде бір жұмыртқа туады. 2 айдан соң жұмыртқадан кішкентай балапандар шығып, тез өсе бастайды. Құстардың үлкен ұшуына дейін ата-аналары балапандарды 3 ай бағады. 2 аптадан кейін, яғни сәуір айының ортасында балапандардың қанаттарын қатайтатын алғашқы ұшатын уақыттары келеді. Ешқандай анықтамалықсыз және нұсқаулықсыз олар жоғарыда айтып кеткен бағыттар бойынша ұшады. Бұған тек бірақ анықтама береміз. Бұл құстар осындай ұшу туралы мәліметтерді ұрпақтан ұрпаққа таратылатын сипаттамаларды жұмыртқада болғанда алған болу керек. Кейбір ғалымдардың пікірінше, құстар ұшар жолдарын күн, жұлдыздар немесе желдер бойынша анықтай алады. Бірақ бұл факторлардың географикалық және хронологиялық ұшу дәлдігіне ықпал етпейтіні анық. Өмірінің 20 жылын құстардың көшіп қонуын зерттеуге арнаған танымал зерттеуші Макс Планк институтынан шыққан Вовель Варте Радольфцел, орнитология орталығының директоры профессор Питер Бертхолд былай дейді. Әр жыл сайын 50 миллиардқа жуық құстар көшіп қонады. Олардың көшіп қону жолдары ғаламшарымызды торлап тастағандай болады. Кейбір құстар мұхиттар мен құрлықтар, шөлдер мен теңіздер, ең биік болған таулар мен мұздықтар арқылы 10 мыңдаған километрге ұшады. Жыл құстарының туылғаннан ақ толық және егжей-тегжейлі болған ғарыштық, уақыттық бағдарламалары болады. Бұл бағдарламалар жас әрі тәжірибесіз құстарға үлкен құстардың түсіндіріп, үйретуінсіз ақ ұшып қонуларына мүмкіндік береді. Олар векторлық навигация арқылы көшіп қонады және осы векторларына жол және көшіп қонатын уақыт кестесі туралы ақпараттар енгізілген. Көшіп қонатын кездің басталатын уақыты да генетикалық бағдарланған фактор.
Құстар қай жаққа ұшқанда қыстау үшін қолайлы болатын орынды қайдан біледі? Ешқашан көшіп қонбаған, торда болған жылқысын көшіп қону басталатын жерге алып келсе, ол басқа жылқыстары ұшқан сияқты әдетті бағдармен ұшады. Қазіргі кезде жыл құстарындағы көшіп қону бағыты генетикалық фактор екені көптеген сынақтар арқылы дәлелденіп отыр. Тіпті жолдың өзгеруі де іштей бағдарланғаны анық. Туылғаннан көшіп қону үлгісі бар құстарда көшіп қонудың генетикалық бағдарламасы бар. Бұл бағдарлама генетикалық бағдарланған көшіп қону жолымен біріге отырып, ешқандай тәжірибесі болмаған, қыстайтын жерге бірінші рет ұшып жатқан құстарды автоматты түрде бағыттайды. Көшіп қону бұл бағдарланған үрдіс. Туа біткен мінез құлық екенін ғалымдар мойындаса да, толығымен бұл құбылысты түсіндіре алмайды. Мыңдаған километрлерге ұшу, оған дайындалу, ұшу барысында бағытты таңдау және навигация дағдылары, бұның барлығы бұл құстарды жаратқанның әмір етуі мен заңына көндіруі арқылы және әрбір сәтті анықтап және олардың өмірін бағыттап отыратын Алла тағаланың қалауымен ғана жүзеге асады. Құранда айтылған ақпараттың ғылыми дәлелденуі бұл бүкіл әлемдердің Раббысы, жаратушысы және патшасының сөзі екенінің тағы да бір маңызды дәлелі болып табылады.